Достар, Әтеш пен Тоты құс ертегісін тыңдаңыздар. Ертеде ешкі жүніп өртеде. Аң мен құстардың ішіндегі ең әдемісі Әтеш болған екен. Сондықтан да ол өте тәкаппар болыпты. Жүріп тұрса да маңғазданып, сылаңдай басады екен. Қыраяды да жүреді. Бірде-бір аңмен не құспен сөйлеспейді. Жалғыз досы Тоты құс болыпты. Тоты байқұстың үстінде жібі түзу жөнді киімі жоқ екен. Бір күні Тоты құс әркі кербез досы Әтешке келеді. Досым, мен бүгін қонаққа бармақшы едім. Мына түріммен қалай барамын? Жөнді әдемі киімім де жоқ. Мені сенің досың деп білетінен мазақтайды ғой. Маған үстіңдегі әдемі көйлегіңді бере тұршы, деп қиыла жалыныпты. Әтеш досының сөзіне сеніп, үстіндегі әдемі киімдерінің бәрін шешіп беріпті. Сөйтіп Тоты құс жасанды тұрып киініп алады. Қай мезгілде келетінін айтады. Егер мен кешіксем, дауыстап шақыр. Келмей жатсам, тағы да шақыр. Дауысыңды естиін дейді. Сөйтіп Тоты құс әдемі киініп тойға кетеді. Бірақ ол қайтып оралмайды. Әтеш оны естісін деп, үсті-үстіне шақырады. Кукареку, кукареку. Бірақ та Тотыдан ешқандай хабар болмайды. Содан күні бүгінге дейін Әтеш Тоты құс пен әдемі киімін іздеп, таң атқаннан күн батқанға дейін кукареку деп айқайлап шақыра береді екен. Ал Тоты болса сол бойы оралмапты. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.